Ассалаумалейкум, армысыздар. Бүгін біз сіздермен пайдалы кеңестердің қатарына кіретін көлікті оталдыру жөнінде бейне жазбаны жүргізетін боламыз. Көлігімізге отырып аламыз. Өзіңізге жағдай ыңғайлы болатындай отырғыш сиденьямызды орнына келтіріп аламыз. Есікті жабамыз. Және кілт салғышты кілтті алып, кілт салғышқа саламыз. Так, bismillah деп бір ашып аламыз. Сосын барып кілтті ашамыз. Кілтті ашқаннан кейін осылай жану керек. Сосын 3-4 секундтан кейін кілтті оталған кезде жібере саламыз. Міне біздің осылай жөнмен біздің көлігіміз оталды. Көлікті сөндіретін кезде, көлікті өшіретін кезде дәл осындай жолмен тоқтағаннан кейін кілтті қайтарамыз. Сосын тағы да бір рет бұрап кілтті алатын боламыз. Ендігі кезекті сіздерге көліктің қазір кодты қадап алайын. Енді кезекті сіздерге көліктің щиток прибор дейді орысша. Щиток прибор. Осыларды таныстыратын боламыз келесі бөлімде. Мынау нелер, сандар, тағы да басқа суреттер нені білдіретін сол туралы айтатын боламыз. Сіздерге көптен көп рахмет.